Халқымыздың асыл қазыналарын жинақтап, өткенмен бүгінді жалғап отырған мәдени ғылыми институт ол музей. Сыр өңірінің терең тарихын өн бойына жинап отырған еңселі орда Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейіне биыл 85 жыл толып отыр. Айтулы мерейтой аясында талай замандардың тірі куәгерлері саналатын музей жәдігерлерін сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бүгінгі шығарылым Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі қорындағы сирек кездесетін кітаптар коллекциясының біріне арналады. Ақтари Кабир оқулығының тарихы мен Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейінің ғылыми хатшысы Сайлау Асхат Қожагелдіұлы айтып береді. Асхат мырза, жалпы облыстық музейдің сирек кездесетін кітаптар қорының саны қанша қазіргі таңда, және қолыңыздағы көне басылымның тарихы қандай? Қазіргі таңда музей қорында сирек кездесетін кітаптар мен қолжазбалардан 150-ден астам коллекция жинақталған. Олардың көбісі араб, парсы, шағатай тілдерінде жазылған құнды жәдігерлер болып саналады. Қолында кітап Ақтари Кабир деп аталады, яғни қазақша мағынасы Ақтаридің сөздігі. Кітап 1902 жылы Қазан императорлық университетінің типолитографиясында басылып шыққан, көлемі 285 бет. Кітаптың авторы орта ғасырлық ғұлама Ақтари Муслихидди Мұстафа ибн Шамсиддин Ахмад. 1492 жылы Осман империясының Афион Қарағисари деген жерде дүниеге келеді. Сондықтан бұл ғалымды кейде Қарағисари деп атайды. 16 ғасырда ғұламаны Осман империясының сұлтаны Ғажайып Сүлеймен өте жоғары бағалап құрметтеп, оның шығармасын баспадан шығарады. Яғни 1545 жылы Кетахия қаласында Ақтари Кабир сөздігі бірінші рет, одан кейін 300 жыл өткеннен кейін 1820 жылы Стамбул қаласында екінші рет басылып шығады. Бұл кітаптың жалпы мазмұнына тоқталатын болсақ, арабтың 40 мың сөзі шағатай тіліне аударылған. Сол кездегі ғалымдардың пікірінше бұл кітап өте жоғары деңгейде және сауатты жазылған. 19 ғасырда жалпы патшалық Ресейдің арнайы рұқсатымен цензурадан өтіп, Санкт-Петербург университеті мен осы Қазан университетінде басып шығаруға рұқсат беріледі. Сөйтіп 19 ғасырдан бастап бұл Орта Азияның медреселерінде жалпы оқулық ретінде кеңінен қолданылады. Енді бұл кітаптың бір ерекшелігі, бұл кітаптардың көбісі мына біздің Сыр өңіріндегі діни ағартушылар Тапал ахунның, Қалжан ахунның, Садық ахунның барлық өзінің қорларында дәл осындай кітаптың бір данасы сақталған. Асхат мырза, оқулық туралы қызықты деректермен бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Бағзы заманнан бүгінгі күнге дейінгі тарихи ұзақ мерзімді қамтитын әртүрлі тілдерде жазылған көне басылымдар бүгінгі күні ғасырлар мұрасына айналып отыр. Кітап сарқылмайтын қазына. Тереңірек танысқыңыз келсе, музейге келіңіз. Келесі кездескенше аман сау болайық.